Мұхтар Әуезовтің музасы болған арулар. Мұхтар Әуезов өмірінде 3 рет үйленген. 1917 жылы атастыру салты бойынша ол 15 жастағы Райхан есімді бойжеткенге үйленеді. 1918 жылы Мұғамила есімді қыздары дүниеге келеді. Мұғамила апа 90 жыл өмір сүрді. Ал Райханнан туған Шоқан есімді баласы ерте қайтыс болып кеткен. Өкінішке орай Мұхтар Әуезов Райханмен көп тұрмайды. 1920 жылы 2 жас ажырасып, ол сүйікті қызын өзімен бірге алып кетеді. Одан кейін Абайдың немересі Мағауияның қызы Камиляға үйленеді. Оқыған кербез қызға қолқа салу үшін ділдаға жалынып жалпайып араға ағайын туыстарды араластырып, 9 дүре сыбағасын алып, әйтеуір не керек арманы Камиляға қол жеткізіп отау тігеді. Екеуі қол ұстасып Ленинградқа барады. Ленинградтың ауа райы Камиляның денсаулығына жаға қоймағандықтан Мұхтар оны елге жібереді. Камилядан Мағрипа, Зере атты 2 қыздары болып, олар жастай шетінеп кеткен. Өкінішке орай Мұхтар мен Камиля да ұзақ тұрмай ажырасады. Камиля 1926 жылы өкпе ауруынан дүние салады. Мұхтар Әуезов Ленинград мемлекеттік университетінде оқып жүріп, болашақ әйелі Валентина Николаевна Кузьминамен, кейін Әуезова танысады. 2 жас оқу бітірген соң Ташкентке қоныс аударып, ол мұнда Орта Азиялық университеттің аспирантурасына түседі. Осылайша бұл некеден 1929 жылы Лейла есімді қызы, ал 1935 жылы Ернар есімді ұлы дүниеге келеді. Данышпан жазушының заңды некеде болған осы 3 жары Райхан, Камиля, Валентинаны көпшілік біледі. Ал ұлы жазушының музасы болған басқа әйелдер кімдер? Біләл Сүлейіп, Ілияс Жансүгіров, Мұхтар Әуезов сынды Алаштың 3 арысының музасы болған Фатима Сұлу Ғабитова мен заңды некеде болмаған. Фатима Ғабитова Мұхтар Әуезовке Мұрат есімді ұл сыйлаған. Ал жазушының соңғы махаббаты түркі тілдес елдердің әйелдері арасынан бірінші болып, филология ғылымынан докторлық диссертация қорғаған қазақтың тұңғыш ғалым қыздарының бірі Аққал Хасенова деседі білетіндер. Мәліметтер әдебиет портал KZ Instagram парақшасынан алынды.